мынандай бір кеше жаңағы бір салихалы әйел деген сияқты бір тақырыпқа мәселе ғой енді. Негізінде әйелдер көп, бірақ пайғамбарымыз енді шыны керек кемелдікке жеткені мына төртеуі ғой деп, жаңағы соның ішіне Хадишаны қосады ғой. Кемелдікке жеткен деп ше. И сол жаңағы не үшін кемел болған екенін бір сыры ашылғандай болды да. Біріншіден қалай? Біріншіден пайғамбарымыз анау Хира үңгірінде пайғамбарымызға ең бірінші аяттар келіп жатқан кезде, сол кезде ойлашы дейді, сен таудың үстіне шығып кеткенсің дейді. Ешкім жоқ айналада, ешкім жоқ, жан жақта адамдар топырлап отқан жоқ. Қазіргідей Меккеде ше бүйтіп қаптап жүреді ғой, ана жерде свет жанып, ол жерде ондай жоқ қой. Айдалада таудың басында өзіңсің да. И Жибрил өзінің шынайы хақиқи кейпінде келеді жаңағы. Хадисте сипатталатын 600 қанаты бар деген өзінің шынайы келбетінде келіп, бүкіл уфук дейді ғой, бүкіл жаңағы жан жақтағы айналаны бүкіл жауып тастап өзінің қанаттарымен келіп қысып жібереді ғой жаңағындай. Сол кезде негізі пайғамбарымыз айтады да, мені сондай қысып жіберді дейді, бүкіл күшім жоғалып кетті дейді. Бүкіл күшім жоғалып кетті, бірден әлсіз болып кеттім дейді ана жерде. Оқы деп айтады деп жаңа 3 рет қысады ғой сол кезде. Сол кезде алғашқы аяттар түседі, жаңағы алғашқы 5 аят оқы, жаратқан Раббыңның атымен, сені ұйыған қаннан жаратты, саған үйретті, білмейтініңді үйретті, қаламмен үйретті деп жаңағындай аяттар түседі. Сол кезде пайғамбарымыз анадан қатты қорқып кетіп үйіне бара жатыр да. Үйіне бара жатқан кезде еще жан жақтағы тастар сәлем беріп жатыр дейді ол кісіге. Ассаламу алейка я наби, ей пайғамбар саған Алланың сәлемі болсын деп ше. Тастар анау орыс қап-қараңғыда біреу бір қозғалып қалса бүйтіп қаласың ғой жаңағындай ше. Ана жерде тастар сәлем беріп жатыр да, атыңды атап. Сол кезде қорыққаннан кімге барды дейді, мысалы көкесіне барған жоқ дейді, бір туған туысқандарының үйіне барған жоқ дейді, ең бірінші жаңағы жұбайының жанына барды дейді. Сол кезде жұбайының жанына барып оратылып жатып бүкіл жағдайды айтып берген кезде, сол кезде міне осы кезден бірінші кемелдігі көрінеді дейді. Мен осындай болып қалды деп, пайғамбарымыз қорқып жатыр, бір бәлекет келіп қалды ма деп. Сол кезде Айша анамыз, араб тілінде мынандай екі сөз бар да, лә деген нәрсе бар да, жоқ деген. Сосын жоқтың андай қатты күшейтпелі формасы бар да, кәллә деп айтылады да ол араб тілінде. Кәллә уалла дейді да. Яғни уаллахи бұл жамандық емес сенің басыңа келген дейді. Хадиша анамыз айтып жатыр. Уаллахи бұл жамандық емес сенің басыңа келген. Өйткені сен туған туысқандармен қарым-қатынасты үзбейсің, жақындарыңа көмектесесің, адамдарға жәрдем жасайсың, аманатқа қиянат жасамайсың. Сондай сенімді адамсың ғой, бұл жамандық болуы мүмкін емес дейді да. Жамандық болуы мүмкін емес деп айтады ғой сол кезде. Сол кезде пайғамбар анау емірші көрінді шабыт беріп жатыр. Өмірде қиындық келіп, қорқып келіп, дірілдеп келді ше. Жаңағындай жаман нәрсеге не істеп жатқан жоқ, бірден жақсы нәрсесін айтты. Сол кезде кімге, сира бойынша екеуі кімге барады ғой, жаңағы көкесіне, Уарақа ибн Науфал деген көкесі болады жаңағы Хадиша анамыздың. Ол кісі жаңағындай ескі кітаптарды көп оқыған, баяғы кітаптарды білетін, пұтқа табынбайтын, сондай өзінің ой өрісі, сондай таза кісі болған ғой енді, жасы үлкен кісі. Сол кезде дейді, мен осы кезде мен қатты таңқалдым. Хадиша анамыз бүйтіп тұр, естіп отыр барлығын. Пайғамбарымыз бүйтіп тұрды. Сол кезде Уарақа деген кісі жаңа пайғамбарымызға айтып отыр ғой, сен соңғы пайғамбарсың ғой деді. Сен бітті енді, сен қауымың быт-шытыңды шығарып, сен жаңа таспен ұрып, қаныңды ағызып, қаладан сені қуады деп айтады ғой. Ал енді сынақтың көкесін күте бер дейді ғой. Сол кезде жаңағы айтылады да, әйел естіп тұр дейді барлығын. Әйел деп жаңағындай сол кезде дейді, ат-тонын ала қашып, ойбай бәлекет келейін деп жатыр ма? Онда өзің бола бер деп жаңағы. Енді кедейшілік келеді, енді нағыз сынақтар басталады деген кезде Хадиша анамыз тастап кеткен жоқ дейді да сол кезде. Керісінше сол кезде одан сайын жанындағы поддержкасын керісінше 10 есеге 10x қыл көбейтіп, бүкіл дүниесін соған беріп, жанымен, тәнімен қызметін одан бетер күшейте бастады да. Сол кезде мен түсіндім да, жаңағы міне кемел әйел деген осы екен ғой.